Жаңа ғана Инстаграмға кіріп шықтым. Құрметті оқырмандар, мен есімім Гүлзира, психолог, психосоматолог маманымын. Жасым 47-де, Астанада тұрамын. 5 жылдық тәжірибем бар. 500-ге жуық адамдарды онлайн, офлайн қабылдадым. Бүгінгі жұма күнгі шығудағы ниетім, құрметті ханымдар, мырзалар, кішкентай қыздар туралы айтқым келіп отыр. Өйткені мен психолог болып жұмыс жасағаннан кейін маған өте көп кейінгі кезде осы мәселе бойынша келіп жатыр. Кішкентай қыздарды бала кезде үйде жалғыз қалдырып кеткен кезде, жаңағы ағасымен, інісімен, немесе бір ер азамат туысымен жалғыз қалдырып кеткен кезде, жас кішкентай бала кезінде зорлану болған. Соны бәленбай жыл бойы, өмір бойы өзінің жүрегінде ауыр жүк қылып тасып жүреді. Ешкімге айта алмайды, ата-анасына да айта алмайды, қорқытып тастаған